Қалдарыңыз қалай достар, бүгін бізде госзакуп номер 1 тақырыбы. Бүгін біз талқылаймыз госзакуптың өзі, порталға обзор, лот арқылы тендер іздеу, техникалық спецификацияны қараймыз, разрешение бірінші, екінші категорияны қараймыз, қалай тендер дұрыс іздеу керек, кімдерге қатыспаймыз деген тақырыптар. Мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші госзакупкидің мекемелерінен бастайық. Ол бізде мемлекеттік мекемелер, мысалы акимат, мектеп, военкомат, прокуратура, сот, садик, сөздің қысқасы барлық мемлекетке байланысы бар барлық мемлекеттік мекемелер осы госзакуп порталында орналасқан. Жалпы бір госзакуп бойынша қысқаша факттер айта кетейін. Тендерлері оңай, жалпы ең жеңіл портал болып келеді. Портал ашық, барлығы ашық түрде схема, темка, мутка деген темалар жоқ. Барлығы ашық, кімнің не істеп, не қойып жатқанын көруге болады. Сол себепті мен госзакупкиді қатты жақсы көремін. Бір жағынан бәрі ашықта, бәрі легально, заң жүзінде. Біздің поставщиктерінде, заказчиктерінде құқығы тең десек те болады бұл порталда. Тендер көп. Қазақстан Республикасы бойынша ең көп тендер осы госзакуп порталында. Мидворк, Нацбанк, СК Стор, Самұрық, жалпы 140-тан астам портал бар. Бірақ ең көп тендер осы госзакупки площадкасында. Және де новичоктарға бұл өте идеальный портал. Штраф жоқ. Портал онлайн, 0-ден бастап үйреніп кетуге вообще идеальный келеді. Мидворк, Самұрықтарға қарағанда осы госзакупки новичоктарға идеальный. Ары қарай енді госзакупкидің өзіне кірейік. Жалпы осы сабаққа қатыспас бұрын сіздер уже барлығын тіркеп дайындап қойған боларсыздар. Бірақ қазір 0-ден госзакупкиге кірейік. Тіркелу болмайды, сразу входпен кіріп кетеміз. Енді госзакуп КЗ дейік. Так, бізде бірінші Мидворк шығып қалды. Жоқ, ол емес бізге міне осындай сайт керек. Государственные закупки Республики Казахстан. Осыны басамыз. Бізде осындай басты бет шығады. Добро пожаловать деп бізді қарсы алып тұр. Енді біз төмен қарай айналдырамыз. Новости және де уведомление о технических работах деп тұр. Новости деген жерде барлық порталға байланысты, заңға байланысты, мемлекеттік мекемелерге байланысты барлық жаңалықтар осы новости дегенде шығады. Мысалы, көрейік. Всем пользователям веб-портала, приказы Министерства финансов, яғни барлық заңдар, барлық өзгерістер осы жақта новости деген бөлімде жазылады. Оның қасында бізде не бар? Уведомление о технических работах деген. Яғни, міне, внимание, перенос закупок. Бұл енді сайт болған соң, бұл жерде ақауларда болып тұрады. Сол себепті осындай технические работы деген зат болады. Оны біз тек осылай көре аламыз, осы жерге кіреміз, қараймыз, портал істемейді ма, осы жаққа кіреміз де қараймыз. Ары қарай жалғастырайық. Мына войти батырмасын басамыз да госзакупкиге кіреміз. Әрине, госзакупкиге кіруді білетін боларсыздар. Уже енді тіркеліп қойдыңыздар ғой. Мен уже қазір кіріп отырмын өзім аккаунтыма. Ең бірінші осындай басты беттен шығамыз. Бұл бізде басты бет, жеке кабинет десек те болады бұны. Міне, уважаемый потенциальный поставщик, бұны оқымай қойсақ болады жалпы. Бұнда тумар СКП деген жазып алу керек. Сосын, бірақ қазір емес. Қазір танысайық тек. Міне, қазір бізде пустой. Міне, договор на исполнение деп тұрады. Мои договоры. Жалпы бұл жеке кабинеттің мақсаты тек договорларды көрсету. Егер договорға қол қою керек болса, осы жаққа шығарып қояды. Договорға келісім жасау керек болса, осы жаққа шығарып қояды. Договор орындап жатсаңыздар, осы жаққа шығарып қояды. Мінекей, мои договоры, договор на исполнение. Яғни біз қазір орындап жатырған договорымыз осы жерде тұр мысалы. Енді презентациямызға көшейік. Осылай болып тұрады. Договор келісім жасау керек па шартқа? Осылай договор на согласование деп тұрады. На исполнение міне тағы да міне жасыл болып тұр. Презентация бойынша тағы жасылды көрсетіп тұрмын. Қол қою керек болса, осындай қызыл болып тұрады. Бізде де дәл солай. Договор на исполнение. Енді келесі қоңырау. Не жасыл қоңырау жоғарғы оң жақ бұрышта тұр. Ол бізде уведомлениялар, хабарлама әрдайым осылай жасыл болып тұру керек. Мүлдем қызылға боятпаңыздар. Бір хабарлама келе ма, бірден қызылға бояп кетеді. Екі хабарлама келе ма, бірден қызылға бояп кетеді. Үшеу, төртеу, 100 хабарлама келсе де, 100 хабарлама келді деп жазбайды. Просто қызылға бояп тастайды. Сол себепті басамыз, все уведомления. Енді менде жасыл, бірақ қарай берейік. Хабарламалар бар. Отзыв, подача, яғни заявка бересіздер ма, хабарлама келеді. Заявка алып тастайсыздар ма, хабарлама келеді. Результат шыға ма, хабарлама келеді. Заказчик черный списокқа жіберейін деп жатыр ма, хабарлама келеді. Мына госзакупкиде жалпы черный список деген зат бар. Жақсы емес, 2 жылға жібереді. Оны қазір алдағы уақытта тағы айтамыз. Мына черный списокқа жіберсе,
Болды, ештеңе істей алмай қаламыз. Но черный списокқа жібермес бұрын заказчик әрдайым хабарлама жіберді. Осылай да осылай, құрметті поставщик, біз договорды бұзу мүмкінбіз, черный списокқа жіберіп қалу мүмкінбіз, сол себепті бірдемесе істеңіз деп хат жібереді. Хатты көрмей қалып, оқымай, дым істемесек, черный списоктан бір шығамыз. Барлығын как боларын жасап, бәрін дайындаса, онда әрине біз ары қарай жұмыс жасай береміз. Сол себепті черный списокқа кетпеу үшін мына хатты оқу керек. Хат келгеннен кейін төрт бұрышты басамыз, отметить прочитанным деген батырма басамыз да болды. Ары қарай закупки деген батырма бар, поиск лотов, поиск объявлений, поиск лотов дегенмен тендер іздейтін боламыз. Одан бөлек реестры, бұны әзірге қарамаймыз. Главная справка, рабочий кабинет и договоры деген өте қызық зат. Договоры деген ол біздің шарттар. Мемлекеттік мекемемен жұмыс жасағанда бізге договор келеді, шарт келеді. Барлық шарттар осы жерде тұрады міне. Мысалы, договор 484 мың теңгеге, договор 795 мың деген теңгеге. Тек қана тендер ұтасыз, содан кейін ғана барып сізге шарт келеді. Яғни мемлекетпен жұмыс сондай. Мысалы, бізде міне 795 мың исполнен. Мынау действует. Договорында статустары бар, действует, яғни әлі жасап жатырмыз, исполнен, яғни орындап болдық деген, расторгнут деген бар. Оның бәрін алдағыда талқылаймыз. Жалпы мен сіздерге былай обзор жасап кетіп жатырмын. Қысқа әлі былай инструкциялар жетеді. Әрі қарай мои заявкиге өтеміз. Біз әлі мына рабочий кабинет деген батырмадамыз. Рабочий кабинет, мои заявки. Бұл жерде біздің заявка берген тендерлеріміз шығады. Заявка берген тендерге редактировать ету, өшіріп тастау, отозвать ету деген сияқты бәрі осы жерде тұрады. Болды. Яғни бізге рабочий кабинеттен ең маңыздысы договор және де мои заявки. Ары қарай керек болса уже передача, мои жалобы, передача прав, обращение дегендері өзіміз сосын кіреміз керек болып жатса, бірақ негізгісі мои заявки и мои договоры болды. Одан кейін личные данные. Личные данные деген жерде біздің өзіміздің деректеріміз тұрады. Мен қазір ашып данныйларды полит еткім келіп тұрған жоқ. Жалпы сөзіме сеніңіздер. Ары қарай профиль участника. Профиль участникада лицевой счет деген бар, тариф деген бар. Бізге керегі осы лицевой счет. Лицевой счет ол госзакупкедегі ақшамыз. Мысалы былай, бізде теңге бар. Ол біздің Каспий банкімізде тұр. Біз оны көре алмаймыз ғой. Ол бүйтіп қарасақ бір ойындағы ақша сияқты. Біз оны ұстай алмаймыз, көре алмаймыз, олмен ештеңе істей алмаймыз. Мынауда тап солай. Бірақ дәл сол теңге тек госзакупкеге бөлек салу керек. Қалай салу керек инструкциясы бар. Жалпы мынау сондай ақша қоры. Осы жаққа ақша бөлек салу керек. Мына сіздің Каспий Pay'дегі ақшаңызбен мына ақша бір емес. Каспий Pay'ге ақша саласыз. Осын Каспий Pay'ден осы жаққа ақшаны бөлек саласыз. Тағы да айта кетейін, инструкция бар. Мысалы, енді жақындатып қарайық. Бұл жерде бізде сумма 697 520 дейді, заблокированная сумма, доступная сумма, яғни бұл бізде ақша. Бұның мақсаты неде? Давайте презентациямен көрейік. Оны көру үшін бізге әдемі мысал керек. Мына презентация идеально келеді. 1 миллион тендеріне қатысу үшін қанша қаражат керек? Тендер 1 миллионға. Қазір осы кестені толтырамыз. Давайте өздеріңізге білген пайдалы жалпы. 1 миллионға қатысу үшін қанша ақша керек? Ең бірінші обеспечение, заявки деген. Заказчик берген бағаның 3% заявка беру барысында алынады. Тендер жеңсеңіз де, жеңілсеңіз де қайтарылады. Яғни обеспечение заявки деген, былайша айтқанда, залоговый сумма. Сіздер тендерге қатыспас бұрын залогқа бірдемесе қалдырасыздар, яғни ақша қалдырасыздар. Тендер 1 миллион ба, оның 3%-ын қалдырасыздар, 30 мың теңге. 2 миллион ба, 3%-ын қалдырасыздар, 60 мың теңге. Солай, любой сумма, даже 1 миллиард қатысаңыздар да, осылай обеспечение заявки деген зат қалдыру ол міндет. Оны қалдырмасаңыздар, ол вообще тендерге қатыса алмайсыздар, сізді қатыстырмайды. Және де ол манағы лицевой счеттың ақшасынан алынады. Бізде қазір тағы да лицевой счетқа қайтып барайық. Бізде міне сумма деген бар, 697 мың теңге. Заблокированная сумма 0 деп тұр. Неге? Өйткені бізде қазір заблокированный сумма жоқ. Ақша қандай кезде заблокированный болады? Біз тендерге қатысқанда жаңағы 30 мың теңге блокқа кетсе, осы жерде заблокированный болып тұрады. Оны бізге тендерден жеңіліп қалсақ қайтарып береді. Тендерді жеңсек қайтарып береді. В любом случае қайтып келетін ақша просто осы тендерге қатысатын кезде залогқа алып қалу керек. Бұл енді мемлекеттің сондай шектеуі десек те болады. Тағы бір қорытындылап жіберейік. Сонда обеспечение заявки бізде заказчиктің суммасын 3% алынатын ақша. Тендерді жеңсек те, жеңілсек те, оны бізге кейін қайтарып береді. Просто ол біздің шотымызда тендерге қатысушы болу керек. Егер сіз
өзіңіздің ИП-ңыз арқылы инвестиция емес, өзіңіздің ИП-ңыз арқылы миллион тендеріне қатысқыңыз келсе, онда счетта 30 мың болу керек. 500 мың тендеріне қатысқыңыз келсе, счетта 15 мың болу керек. Яғни 3% сіздің қатысайын деп жатырған қаражаттың. Енді ары қарай талқылайық. Обеспечение заявки бұл әлі барлығы емес. Сонда міне, кестемізді толтырып бастап жатырмыз. 3% бізде миллионнан 30 мың теңге. Енді өздеріңіз білесіздер, тендерді төмен бағам берге жеңеді. Кім төмен баға берді? Сол жеңімпаз. Мысалы, сіз заявка бердіңіз, сіздің мысалы атыңыз А болады. Сіз заявка бердіңіз, сіз 1 миллион тендеріне 700 мың деген баға бердіңіз. Менің атым Б болады. Б деген мысалы 500 мың деген баға берді. Яғни мен 500 мың деген баға беремді, тендерді жеңіп алам, сондай бағаға товарымды апарып берем. Егер де мен тендерді жеңіп алсам, маған обеспечение, исполнение договора деген затты осы порталға бекіту керек. Тендер жеңген бағаның ровно 5%. Заказчиктің бағасы емес. Бізде жаңа заказчиктің бағасы миллион болды, біз оны жеңіп алдық 500 мыңға. Сонда 500 мыңның 5% бізде қанша? Әрине 25 мың теңге. Енді обеспечение исполнения договора деген затты оқиық. Тендер жеңген бағаның 5%. Тендер жеңгеннен кейін 10 күн ішінде енгізу керек. Тендерді толықтай орындап болған соң қайтарылады. Біз мысалы 1 миллион тендерін 500 мыңға жеңіп алсақ, 5% 25 мың теңгені саламыз. Яғни тендер жеңдік, договорға қол қойдық, бізге одан кейін 10 күн береді. 10 күн ішінде біз 25 мың теңгені счетқа қайттан салу керекпіз. Заблокированный сумма болып тұрады. Оны қайтарып береді. Бірақ салу міндетті достар. Салмасаңыздар черный списокқа сіздерді жібереді. Ары қарай өтейік. Сонда бізде тендер 1 миллионға 3% заявка беру үшін 30 мың салдық. 5% жеңіп алғаннан кейін, яғни біз оған тағы да 5% салдық. 25 мың теңге. Ары қарай қарайық. Ары қарай вообще қызық антидемпинг деген затты қазір талқылаймыз. Антидемпинг 2025 жылы қосылған, тек қана осы госзакуп порталында бар нәрсе. Заказчиктің суммасы 1 миллион теңге. Біздің жеңіп алған сумма 500 мың теңге. 1 миллион азайтамыз 10%. Яғни заказчиктің суммасы қанша болса да, содан 10% азайтамыз. Ол шыққан сумма бізде демпинговый порог деп аталады. Яғни бұлай, порог. Кім одан төмен түседі, сол демпингке ұшырады деген. Жалпы демпинг деген түсінбей тұрған шығарса, демпинг деген бағаны әдейі төмен құлату деген сөз. Яғни тағы да 1 миллион азайтамыз 10% тең болады 900 мың теңге. Заказчик 1 миллиард берсе, одан 10% азайтамыз 900 миллион теңге дегендей ғой бұл бізде. Тағы да сонда неге мен оның бәрін айтып жатырмын? Неге ол 10% азайтып жатырмын? Биылдан бастап ереже бұлай. Кімде кім сол 900 мыңнан төмен түсіреді, сол қаншаға түсірді, соны бекіту керек порталға кәдімгідей. Яғни 900 мыңнан біз не істедік? 500 мың деген баға бердік. Заказчиктің бағасы миллион, біз тендерді 500 мыңға жеңіп алдық. 10% азайтамыз 900 мың. Енді осы жерде 900 мың азайту 500 мың тең болады 400 мың. Яғни үкімет былай айтып тұр. Менің бағамнан қаншалықты құлатасың, сол ақшаны осы порталға бекіт деп тұр. 10 күн ішінде оны бекітуге уақыт береді. Яғни тендер 1 миллионға, біз оған 3% обеспечение заявки саламыз, залогқа кететін ақша, 5% 25 мың теңге, яғни тендерді жеңіп алған суммадан алынатын ақша, тендер жеңгеннен кейін болады. Яғни антидемпинг 400 мың бізге шығып кетті. Енді біз бағаны құлатқан үшін. Антидемпингтің мақсаты жалпы сол, кім бағаны қатты құлатады, сол ақшаны салады дегенде. Ары қарай енді өте берейік. Енді ары қарай бізде тариф деген зат. Тарифтің мақсаты бұл порталда ондай айқын емес. Тариф жай ғана шектеу. Яғни үлкен суммаға қатысқыңыз келе ме? Пожалуйста, ақша төлеңіз деп тұр. Мысалы біз көре аламыз. 1 МРП төлейміз, 1 миллионға дейін қатыса аламыз. 10 МРП төлейміз, 10 миллионға дейін қатыса аламыз. 20 МРП төлейміз, 100 миллионға дейін, 60 МРП 1 миллиардқа дейін, 122 МРП неограниченная сумма. Яғни 1 МРП қазір шамамен 4 мың теңге төлейміз де 1 миллионға дейін қатыса аламыз.
тарифтен асып кете алмайсыздар. Яғни тендер 1 миллион 100 теңге болса қатыса алмайсыздар. Және де тариф жылдың соңына дейін. Егер де сіздер жылдың басында, жылдың ортасында, жылдың аяғында қарап отырсаңыздар да, по-любому декабрьдің 31-іне дейін тариф болады. Жылдың басына новыйдан қосу керек болады. Бұған да ақша лицевой счеттан алынады. Бұл ақша уже қайтып келмейді. Осымен мына лицевой счеттың маңызды бөлімдерін айтып кеттік. Әрі қарай біз тендер іздеумен, яғни практикаға кірісіп кетейік. Бұл бізде портал. Осы жерден біз міне закупки деген батырманы басамыз. Поиск лотовқа өтеміз де, именно поиск лотов, поиск объявление мен іздемеулеріңізді сұраймын. Поиск лотов міне бізде ашылды айналып жатырғанда, осы жерден бірден расширенный поиск батырмасын басыңыздар. Наименование или описание лота. Яғни енді бұл барлық фильтр, үлкен фильтр. Осыны толтырып, біз өзімізге қандай керек тендер екенін анықтаймыз. Наименование или описание лота. Бұл жаққа тендердің товардың атын жазамыз. Қалай дегенмен біздің негізгі бағыт ол товар ғой. Мысалы, лопата деп жазайын. Лопата деп жаздым. Найти деген батырманы басамын. Мына жерде міне показано с 1 по 20 деді де, және 68 мың, яғни лопата деп аталатын 68 440 тендер бар екен. Міне лопата, 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 лопата. Кілең лопаталар. Енді әрине мен лопата деп жаздым ғой. Тағы да көрейік. Мысалы, машина деп жазайық. Машина, найти. Қайда бізде? Машин, машин, машина стиральная, машина стиральная, машина стиральная, машина. Енді машинанды түрі көп әрине. Немесе простой сыпырғыш. Веник. Дик, найти. Веник, 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 веник. Яғни, егер сіздер нақты қандай товармен жұмыс істейтіндеріңізді біліп тұрсаңыздар, пожалуйста, жаза беріңіздер. Нақты ниша жоқ па, ештеңе жазбауға кеңес берем. Соңына дейін қараңыздар, сөйтіп өздеріңіз, өз қолдарыңызбен тендер іздеңіздер. Солай абзалырақ. Номер лота. Бұл бізде тендердің номері. Бұл бізде әзірге жоқ. Номер объявления бізде жоқ. ЕНС, ТРУ. Әр товарда өзінің коды болады. Мысалы, мына ноутбукта өзінің коды бар. 525 деген, и барлық ноутбуктарда бірдей код. Мына горшокта, мысалы, өзінің коды болады. И барлық гүлі бар горшоктарда бірдей код болады. Мына көк жемпірде код болады. И әр көк жемпірде өзінің коды болады. Яғни бұл жаңағы товардың аты сияқты ғой. Біз атын емес, просто кодын жаза саламыз, и тек қана сол товарлар уже шығатын болады. Егер де сіздерде таңдау болса, атын немесе кодын қолдану болса, лучше кодты тауып алып қолданыңыздар. Код табу қиын емес. ЕНС ТРУ лопата деп интернетке жазасыздар, ол өзі шыға қояды бізде. Сол кодты мына жаққа бекітесіздер. Ары қарай способ закупки. Способ закупки қандай тендердің түрі деген. Біз запрос ценовых предложений, открытый конкурс дегенді таңдаймыз. Одан кейін статус. Статус бізде осы жерде уже тендердің статусы. Тендердің статустары өте көп. Қатысуға болатын тендер, аяқталып кеткен тендер, енді жарияланайын деп жатқан тендер, ешкім қатыспаған тендер деген сияқты тендерлердің статустары өте көп. Міне өздеріңізде көрсеңіздер де полный. Біз осы жерден тек үшеуін таңдаймыз. Опубликован, прием заявок. Опубликован деген просто опубликован, прием ценовых предложений. 3 галочканы таңдайсыздар. Место поставки өздеріңіздің региондарыңызды таңдасаңыздар да болады, өздеріңіздің ауылдарыңызды таңдасаңыздар да болады. Бірақ бұл жерде дұрыс жазу керек. Қателесуге құқықтарыңыз жоқ, вообще шықпай қалады. Мен мысалы Ақтөбенікмін. Мен место поставки АКТ деп жазсам, міне осы жерден уже таңдаймын. Ақтөбенская область, город Ақтөбе, Темирский район, Уилский район. Біз мысалы Қарағандыдамыз. Карадик, Ганда. Міне, тек қана толық жазғанда шығып тұр. Сол себепті қателеспей мұқият жазыңыздар. Ары қарай заказчик. Басында айтып кеттім, заказчиктің түрлері көп. Мектеп, акимат деген сияқты, бірақ бәрі бірдей емес қой. Ол мектептің аты просто мектеп емес. Мектептің өзінің номері бар. Акиматтың өзінің толық аты бар. Мысалы, Ақтөбенский районный акимат деген сияқты. Мысалы, мектеп, номер 58-ші мектеп, әр мекемеде өзінің бин болады. Мына заказчик деген жерде бір нақты заказчикке қатысқыңыз келсе, соның бин мына жаққа енгізесіздер. Ары қарай, сумма закупки с, сумма закупки по, яғни қандай қаражат аралығында қатысасыздар. Егер де практика үшін қатысқыларыңыз келсе, онда
мына жерге жай ғана 1000 теңге деп қоя салыңыздар. Иә, тендер 1000 теңгеге де, 5000 теңгеге де жариялана береді. Кішкентай тендерлер бастан асады вообще. Мысалы көрейікші мен. 1000 мен 20 000 деп жазайын. Предмет закупки. Товар, услуга, работа. Біз товарды таңдаймыз. Работа, услуга ол да тендердің түрлері. Бірақ бізге оның қатысы жоқ. Біз тек қана товар бағытында жүреміз. Окончание С, окончание по деген келесі таңдаймыз. Бұл жерде біз алдыға 2 күн аламыз. Окончание С. Мысалы, бүгін 30-ы, біз алдыға 2 күн бірін аламыз. Окончание по келесі воскресенье алып отырыңыздар. Мысалы, 4-ін мен ала беремін. Келесі воскресенье 4 емес, бірақ бізде 11-і. Болды. Осылай мен секілді толтырасыздар. Сумманы тек өзгертсеңіздер болады. Найти батырмасын басамыз, біздің критерияға сай тендерлер шығады. Мына окончание С, окончание по тендердің біту аралығы. Тендерлер шексіз уақыт тұра бермейді. Әр тендерде өзінің аяқталатын күні бар. Вот, мысалы, тендер бүгін жариялана ма, 3 күннен кейін ол аяқталады. Солай, ол шексіз тұра бермейді. Аяқталады, аяқталған күні результат шығады, аяқталған күні кім жеңімпаз анықталады. Араға міне төмен қарай түсірейік. 320 тендер шығып тұр екен тек қана. Енді әрине мен қазір дәл жаңа жылға 1 күн қалды мысалы. Солай мен түсіріп жатырмын. Әрине тендер көп емес. Бірақ не болса да бар тендерлерді қарайық. Бізде мінекей тендер шығып тұр. Паприка дейді, укроп дейді, петрушка дейді, соль дейді, кислота, салфетка. Енді өзіміз білетін простой тендерлер. Тендердің әр түрі. Простой горшок, ноутбук, жаңағыдай паприка дейді, салфетка, шелек, сыпырғыш бәрін шығара береді. Және өте күрделі товарларды шығарады. Енді жалғастырайық. Бізде міне ЗЦП деген бар. ЗЦП біз өзіміз таңдадық. Яғни запрос ценовых предложений. Алдағы уақытта ол не, қандай айырмашылығы бар талқылаймыз. Пока что ЗЦП запрос ценовых предложений. 2 деп тұр, 2 деп тұр, 3 деп тұр, 6 деп тұр, 6 деп тұр, 1 деп тұр. Бұл не? ЗЦП-ның қасындағы сан, тендер неше рет жарияланды, соны белгілейді. Яғни ЗЦП 1 ма, тендер бірінші рет жарияланды. ЗЦП 2 ма, тендер екінші рет жарияланды. ЗЦП 6 ма, тендер 6-шы рет жарияланды. Тендер әртүрлі себептермен жариялана беру мүмкін. Ешкім қатыспаған мүмкін. Бағасы тиімсіз болғаннан ешкім қатыспауы мүмкін. Немесе біреу қатысты, бірақ орындамайым деді, тендерді қайтадан жариялады деген секілді. Вот солай біз бәрін біле бермейміз, сол себепті мен сіздерге бәрін қарай беруге кеңес беремін. Ары қарай енді тағы бір маңызды бөлім, мына товарларды ладно, қалаған товарларыңызды қарайсыздар. Мен міне салфетканы қарайын. Қарамас бұрын біз міне заказчик дегенге мән беру керекпіз. Біз міне осындай заказчиктерге қатыспаймыз. Міне заказчик ТО Алматинские тепловые сети, заказчик ТО Астана тазалық, заказчик Семей водоканал, АО Астана энергия, яғни жер, су, жылу, электроэнергия, тазалық деген сөздер заказчиктің атында болса, ондай тендерге қатыспаймыз. Ақтөбе жылу, Алматы тазалық, немесе тағы не ол бізде? Павлодар водоканал, яғни жер, су, жылу деген аттары болса, уже болды. Ондай тендер қармай қойыңыздар. Олар өте ұзақ төлейді, достар. 8 ай, 1 жылға дейін созылып кетуі мүмкін. Әрине, араларында жақсы төлейтіндер бар. Но енді сақтықта қорлығы жоқ. Біз бұндай тендерді даже инвестиция қабылдамаймыз бұл заказчиктердің тендерлерін. 10 жерде маржинальный бола берсін, бірақ 8 ай, 3 ай күтетін бізде уақыт жоқ. Ары қарай жалғастырайық. Біз енді мынаны басамыз. Яғни салфетканы қарағым келеді деймізде, біз осыны таңдаймыз. Осы көк жазу басамыз. Міне, бұл бізде уже объявлениенің іші. Мұнан бәрі объявление деп аталады. Объявлениеде не бар? Доступные действия, заявка беру, яғни номер объявления болады әрине, наименование объявления, статус объявления, дата публикации, срок начала, срок окончания, оставшееся время, яғни әлі 5 күнде бізде бар. Количество поданных заявок, неше адам заявка беріп тұр деген. Общие сведения, бұл жерден біз енді не затқа мән беруіміз керек. Давайте бәрін асықпай талқылап шығайық. Общие сведения, способ проведения закупки, запрос ценовых предложений, вид предмета закупок, товар, тип закупки, первая закупка. Тендер бірінші рет жарияланса, первая закупка болады, екінші, үшінші, 100-ші рет жарияланса, повторный закупка деген жазу болады. Организатор, юридический адрес, количество лотов, сумма закупки, признаки без учета НДС. Бұл признаки тоже бізге маңызды бөлім. Признаки деген жерде тек қана без учета НДС деген жазу тұру керек. Міне осы суреттегідей. Без учета НДС, сосын астында мысалы закупка среди организации инвалидов десе, бұндай тендерді қарамай қойыңыздар, бұндай тендерге сіздер қатыса алмайсыздар.
среди поставщиков доверенное программное обеспечение, тағы бірдемесе деген сөздер болса, ондай тендерді жауып тастаңыздар. Сіздер тек осы без учета НДС деп тұрғандарға қатыса аласыздар. Болды, біз осын қарадық, без учета НДС әрі қарай қарастыруға болады. Енді лоты батырмасын басамыз. Бізде міне лот тұр. Мұның бәрі лоттар деген бізде бөлек-бөлек товарлар десек те болады. Салфетка бір лот, перчатка бір лот. Мұнан бәрі бір ауызбен объявление деп аталса, объявление ішіндегі каждый тендер бұл бізде лот деп аталады. Салфетка, перчатка екеуі екі бөлек. Екеуінде өздерінің номері бар. 813, 813. Салфетка, перчатка, мысалы, әртүрлі сумма, әртүрлі условия деген секілді. Енді бізде бұл номер лотаны біз әрдайым сақтап отыру керекпіз. Мысалы, қағаз аламыз да, так, мына салфетка маған қызық, 4700 теңгенің лоты дейміз да, номер лотаны сақтап алу керекпіз. Неге? Өйткені біз тендер іздейтін кезде поиск лотаны басамыз да, мына жерде номер лота батырмасын басып, өзіміздің лотымызды тауып аламыз. Так, салфетка деген. Енді әрі қарай қарастырайық. Тағы не бар бізде маңызды? Біз есімізде қойды, жер, су, жылу, электроэнергия, тазалықта қарамаймыз. Енді без учета НДС деген ереже қосылды. Одан бөлек, мына жерде көріп отырғандай, изъятие из национального режима деген бар. Осылай әрдайым нет деп тұру керек. Да деп тұрса, бұндай тендерге қатыса алмайсыздар. Оған қатысу үшін индустриальный сертификат деген сертификат керек. Индустриальный сертификатта тек қана өнім өндірушілерге береді. Яғни біз оған қатыса алмаймыз. Енді достар, тағы бір қорытындылап жіберейік. Бізде уже бірінші сабақтан 3 ереже шықты. Жер, су, жылу, электроэнергия 1. Изъятие из национального режима нет деп тұру керек. Тек қана без учета НДС деген жазу болу керек. Яғни отклонение болса осы ережеден сіздер ондай тендерге просто қатыса алмайсыздар. Қатыссаңыздар бәлеге ұрынып қаласыздар. Сол себепті, пожалуйста, осы мен ережемді тыңдап, бәрін бірге бір жасап тендер қараңыздар. Енді ары қарай достар, давайте документация бөліміне өтейік. Бізде лотыйдың қасында документация батырмасын басамыз. Төмен қарай айналдырамыз да, бірден разрешение первой категории, второй категории дегенге қараймыз. Нет деген жазу болу керек. Нет деген жазу бар. Да болып тұрса, ол бізде міне осылай. Да, перейти деген батырмамен тұрады. Разрешение бірінші категория, ол арнайы лицензиясы бар товарлар. Мысалы, огнестрельное оружие, оған лицензия керек. Фармацевтическая деятельность, яғни дәрі-дәрмек сату, оған лицензия керек. Строительство тоже лицензия талап етеді, мысалы. Ядохимикаты тоже лицензияны талап етеді. Сол себепті разрешение бірінші категория болса қарамаймыз. Разрешение екінші категория, бұл уже уведомлениялар, біз өзіміз e-лиценз деген сайт арқылы бәрін жіберіп отыру керекпіз. Бұл жалпы тендерлер 100% тендер ма? 100% тендердің тек 10% осындай разрешениялармен. Сол себепті смело да деп тұрма, бұл тендерді жабамыз. Әрі қарай техникалық спецификацияны қарайық. Техникалық спецификацияны қарау үшін не? Техникалық спецификация. Так, перейти батырмасын басамыз. Бізде міне екі техникалық спецификация тұр. Қайсысы біздікі? Біз бұны номер лот арқылы білеміз. Номер лотаны әрдайым жазып қою керек жалпы. Нені қарайын деп отырмыз? Білгеніміз артық. Мен бірақ жаңа жаттап алдым. Бізде соңғы 3 саны 866 болды. Мұнау біздің техникалық сипаттама. Техникалық сипаттама, техникалық спецификация бұл өте маңызды документ. Бұл жерде не жазылып тұр, соны орындау бізге міндет. Кәдімгідей договорда тұр, договорда келесі сабақ өтеміз, договорда кәдімгі жазылып тұр. Техникалық сипаттамада не жазылып тұр, соны орында деп жазып қойған. Сол себепті достар, оны мұқият оқимыз, не жазылып тұр, соның барлығын орындаймыз. Енді техспекаға кірісейік. Бұл бізде міне техникалық сипаттама. Қазақшасынан орысшаға өте қоямыз, өйткені заказчиктердің бәрі осы орысша техникалық сипаттамаға ориентир ұстайды. Приложение 2, конкурсной документации, техническая спецификация дейді, номер закупки тұр, яғни номер объявления, наименование, номер лота. Бұның үшеуі бізге маңызды емес, бізге керегі міне наименование лота. Салфетка, описание лота, стерильная, двухслойная, марлевая дейді. Дополнительное описание лота жазып қойған. Санын жазып қойған, единица измерения бекітілген, места поставки, срок поставки и описание требуемые. Описание требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Осы жерде бізде товардың нақты характеристикасы жазылады. Өтір нүктесіне дейін миллиметр, грамм бәрі осы жерде бекітіледі.
бұл жерде не жазылып тұр, соны орындау міндетті. Егер де достар, мына жерде салфетка марлевая деп тұрып, мына жерде мысалы басқа зат тұрса, онда біз мына описание требуемое қараймыз. Дополнительное описание лота, описание лота, наименование бәрі описание и требуемый деген бөлімнің қасында ештеңе емес. Описание и требуемый барлығын шешеді. Бұл жерде не жазылып тұр, соны орындау бізге заң. Сол себепті мұқият қараңыздар, мұқият оқыңыздар. Егер де описание и требуемый деген жерде салфетка, мына жақтарда күрек деп тұрса, біз әрине описание требуемый жазылған салфетканы апарамыз. Бірақ мен берер кеңесім, бұндай тендерлер вообще жауып тастаңыздар. Кейбір бар енді, заказчиктердің бәрі 100% сауатты емес қой. Ұмыт кететіндер бар, ұйқысы келіп атып толтырып, ұмыт кеткендер бар. Сол себепті мұқият қараңыздар. Срок поставки деген бөлім. Срок поставкиде бізде 15 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства, яғни тендерге ұтып аламыз, 15 күнде әкеліп береміз деген. Бұл маңызды емес. 15 күн берсін, 20 күн берсін, 30 күн берсін, нормально. Қандайға қатыспаймыз. Біз қатыспаймыз. Біз осындайларға қатыспаймыз. Срок поставки 15 календарных дней. Нормально. В течение 30 календарных дней с момента получения заявки. Яғни заявка деген сөз бар ма? Бұндай тендерді қарастырмаймыз. Міне тағы да в течение 30 календарных дней с момента получения заявки от заказчика. Яғни заявка. Бұл не деген? Заказчик айтады, мен қашан әкел деп айтам, сол кезде маған әкелесің дейді. Бұндай тендерлерге қатыспаймыз, вообще жауып тастаңыздар ондай тендерлерді. Неге олай? Мысалы қараңыздар. 15 календарный день нормально. Мен бүгін тендер жеңіп алам. Мысалы декабрьдің 30-ы мен тендер жеңіп алам. 15 күн ішінде апару керек. Мен оны январдың 15-іне дейін апару керек. Мен білем, қашан апарам, қалай апарам. Ал по заявке заказчика мен мысалы бүгін жеңіп алам. Заказчик маған ертең күзде алып кел деуі мүмкін, жазда алып кел деуі мүмкін. Мен білмеймін, ол кезде товар бар ма, бағасы актуальный ма деген секілді. Давайте мысалмен көрсетейін. Мысалы міне, заявка қашан жалпы келеді міне? Біз міне 1 январь жеңіп алдық тендерді, и февральда бізге заявка келуі мүмкін. Немесе вообще мамыр айында заявка келуі мүмкін. Немесе сентябрьде заявка келуі мүмкін. Или ноябрьде. Яғни біз білмейміз заявка қашан түсетін. Сол себепті или вообще қарамаңыздар ондай тендерді, инвестиция қабылданбайды бұндай тендерлер. Или хотя бы заказчикке звондаңыздар. Алло, құрметті заказчик, сізге бұл товар қашан керек? Айтып жібересіз бе деген секілді. Үйге сақтаймын, Азат, мен үйге сақтаймын, анда сақтаймын, мында сақтаймын деген вариант емес, достар. 200 орындық апару керек болса, қаяқта сақтайсыздар оны? Склад сақтайсыздар, ол складта дейді, 10 ай тұрсашы. Просто минусқа кетесіздер. Сол себепті бізде бүгінгі сабақ жалпы осындай. Тағы бір қайталап кетейік, да? Техникалық сипаттама өте маңызды документ. Ол жерде не жазылып тұр, особенно описание и требуемый деген жерде не жазылып тұр, соны орындау міндет. Срок поставки по заявке заказчика деген болмау керек. Және де достар, описание требуемыйды срок поставки по заявке заказчика деп жазып қойса, жазып қоятындар бар. Срок поставкиде басқасы болса, онда по заявке заказчика. Сөздің қысқасы, описание требуемый не жазып тұр, соны орындау бізге міндет қой. Бұл жерге түрлі заттар жазып қою мүмкін. Товарды әкелді, бізге билеп бер деуі мүмкін, товарды қондырып бер деуі мүмкін, қондырда қосып бер, настройка істеп бер, бізді үйрет, әйтеуір не жазса да біз соны істеу керекпіз. Сол себепті мұқият қараймыз. Сонда бізде бүгінге неше ереже шықты? Без учета НДС, жер су жылу электроэнергия, изъятие из национального режима нет, разрешение 1-2 категория нет, яғни техспекаға кіреміз, по заявке заказчика деген жерде нет деген жазу болу керек. Жалпы бүгінгі сабақ осы. Күндеріңіз жарық, көздеріңіз ашық болсын, достар. Келесі сабақта көріскенше.